Қайырлы күн, студенттер, қалдарың қалай? Сабаққа дайынбыз ба? Онда бүгінгі зертханалық жұмысымызды бастайық. Бүгінгі зертханалық жұмысымыздың тақырыбы бериллий, магний, сілтілі жер металдары және олардың қосылыстарына тоқталамыз. Яғни жұмысымыздың мақсаты бүгінгі зертханалық жұмысымыздың жалпы осы сілтілі жер металдарының қасиеттерімен, олардың алыну жолдарымен танысамыз. Яғни білімімізді бекітеміз. Жалпы зертханалық жұмысымызды бастамастан бұрын біз осы сілтілі жер металдарының қасиеттеріне тоқталып өтейік. Жалпы біздің бүгінгі тақырып екінші А топша элементтері, яғни сілтілік жер металдары, оның ішіне магний, бериллий, кальций, стронций сияқты элементтерге тоқталамыз. Соның ішінде бұл элементтердің біз сілтілік жер металдар екенін білеміз. Олардың электр терістілігі және де жылу өткізгіштігі бізде сілтілік металдардан қарағанда жоғары, ал ауыспалы металдардан қарағанда төмен болып келеді. Сонымен қатар бізде осы сілтілік жер металдарының қасиеттері жағынан олар тек қана металдар болып келеді, арасында екі дайлы элементтер де кездеседі. Жалпы мен бериллийге тоқталатын болсам, бериллий бұл бізде 1827 жылы Вейлермен биопсия ашқан болатын. Оны калий элементін пайдалану арқылы бөліп алған болатын. Сонымен қатар бізде бериллийдің қосылысы бар, яғни бериллий оксиді, алюминий 3 көбейтілген силициум 12. Бұл қосылыс бізде минерал болып табылады, яғни бериллийдің барлық қосылыстары осы минералдың көмегімен алынып жатады. Бізде көбінесе осы қосылысты бізде Индияда вайдуния деп атайды. Бұл бізде мысық көзі деген мағынаны білдіреді. Осы қосылыстың нәтижесінде бізде бериллийдің әртүрлі қосылыстары әртүрлі түстер көрсеткен, соған оны бізде асыл тас деп те атаған болатын. Бериллийдің қосылыстары сонымен қатар тәтті дәм көрсеткендіктен оны 1979 жылы Воклен өзі зерттеп, оған жаңа атау берген, яғни тәтті глициний деп атаған болатын. Енді бериллийдің алынуын кеп айтатын болсам, бериллий бізде екі дайлы қосылыс болғандықтан, ол бізде сілтілік металдармен де және тұздармен де әрекеттесе береді. Соның ішінде бізде бериллийді, біз бериллий фториді, хлориді деген сияқты қосылыстарды тотықстандыру арқылы да ала береміз. Келесі бізде екінші әдіс, бізде бериллийді 350 градуста электролиздеу арқылы аламыз бериллийдің қоспасын. Тағы бір үшінші әдісі, кальций карбонаты 1000 градуста қыздырған кезде бериллийдің қосылыстарын осы тотықстандыру арқылы алынуға болады. Кальций карбонаты мен бериллийдің қосылыстарын 1000 градус қыздыру арқылы. Енді бериллийдің химиялық және де физикалық қасиетіне келетін болсам, бериллий бізде бұл сұр түсті қосылыс болып табылады, яғни жалпы металл. Оның бізде екі дайлы қасиет көрсетеді. Сонымен қатар электр және де жылу өткізгіштігі төмен болып келеді. Бериллийдің енді екі дайлы болғандықтан ол сілтілермен де тұздармен де әрекеттесе береді. Осы бериллийдің сілтілермен және тұздармен әрекеттесін жасақ, бериллий бізде тұз қышқылымен әрекеттесу арқылы бериллий хлориді және де сутек түзіледі. Келесі бізде бериллий судың қатысында гидроксилтімен әрекеттескен кезде бұл жерде бізде натрий гидроксибериллаты түзіледі. Теңестірген кезде бізде натрий гидроксидтің алдында 2 қойылады. Бұл бізде бериллийдің жалпы өзінің қасиеттері туралы айтылған болатын. Келесі бізде бериллий оксидіне келетін болсақ, бериллий оксиді, бұл жерде біз бериллий оксидін оттекпен әрекеттестіру арқылы аламыз. Бериллий оксиді 2 және 2. Бериллий. Сонымен қатар біз бериллийді сульфаттарды бөлу арқылы аламыз. Олады. Бериллий оксиді қосылған сульфид түзіледі. Тағыда бериллий гидроксидін бөлу арқылы аламыз. Бұл жерде бериллий оксиді және де су түзіледі. Бұл жерде бізде бериллий оксидінің 3 алыну жолы айтылған. Бериллий оксиді бізде ақ түсті, бұрпылдақ, ұнтақ, ол екі дайлы қасиет көрсетеді. Бұл жерде бериллий оксиді де тура бериллий сияқты тұздармен де сілтілермен де әрекеттеседі. Оны да реакция жаза кетсек, бериллий оксиді
Жалпы бериллийдің басқа да гидроксидтері, карбиді сияқты қосылыстардың барлығы екідайлы қасиет көрсеткендіктен, олардың барлығы да сілтілермен де қышқылдармен де әрекеттеседі. Нәтижесінде бериллийдің әртүрлі қосылыстары пайда болады. Бериллий бұл бізде қатты және де улы металл болғандықтан бұл денсаулыққа өте зиян. Сондықтан да оны зертханада абайлап қолдану қажет. Отыра ғой. Магний және оның қосылыстарының физикалық, химиялық қасиеттеріне тоқталайық. Кім дайын, кім айтады? Сабаққа бәріміз дайындалып келіппіз. Лунараға айтқызайық онда. Лунара, шыға ғой тақтаға. Магний элементі. Жалпы магний элементін бізде магнезияны электролизі кезінде 1808 жылы Деви алған болатын, ал оны таза күйінде 1829 жылы Бюссе алды. Бізде жалпы магний деген атауды Деви ұсынған болатын, яғни ол бізде магнес деген сөзден шыққан. Ол яғни әртүрлі кендер немесе сынап дегенді білдіреді. Енді магнийдің алуына тоқталсам, магнийді біз магний хлоридін балқымасын электролиздеу арқылы алады. Және де магний оксидіне көміртекпен тотықсыздандырған кезде де магний алынады. Келесі жалпы оның физикалық және де химиялық қасиетіне тоқталсам, магний жалпы ол бізде күмістей металл, яғни ол бізде пластикалығымен және де жұмсақтығымен ерекшеленеді. Енді магнийдің оксидіне тоқталсам, жалпы магний оксидін біз магний карбонатын ыдыратқан кезде аламыз, қыздырып. Жалпы магний оксиді ол бізде ақ түсті, ұнтақ болып табылады, яғни ол аморфты болып келеді. Және де келесі магний нитриді, магний 3, N2. Оны бізде атмосферадағы азотпен 500 градуста қыздырған кезде алады. Келесі магний гидроксиді. Жалпы магний гидроксидін бізде жалпы магний ол бізде сумен жай әрекеттеседі, алайда оны қыздырған кезде бұл реакция үдейді. Яғни сол кезде бізде магний гидроксиді және де сутек түзіледі. Бізде магний гидроксиді ол бізде ақ түсті, аморфты ұнтақ, ол бізде суда аз ериді, бірақ қышқылдарда ерімтал болып келеді. Және де бізде магний гидроксиді Реакцияны теңестіріп жібереміз. Судың алдына. Екі қоямыз. Магний гидроксиді біз басқаша магний хлоридіне сілтілерді әрекеттестіріп алуымызға болады. Яғни оған мен натрий гидроксидін қосам. Сол кезде бізде натрий хлориді және де магний гидроксиді түзілетін болады. Магний гидроксид түзіледі. Теңестірсем, мына жерге 2, мына жерге 2. Болды ма? Енді келесі бізде кальцийдің алынуына және кальцийдің қосылыстарының алынуына, физикалық және химиялық қасиеттеріне тоқталып өтейік. Кім дайын? Кім айтады? Арайлы, Арайлы айта ғой, келе ғой. Келесі бізде екінші атом элементтерінің ішінде маңыздысы болып кальций элементіне тоқталатын боламыз. Негізінен кальций элементі бізде латын тілінен аударғанда калькс деген сөзден шыққан, яғни ол ізбес деген мағынаны білдіреді. Біз кальцийді алыну жолына тоқталатын болсақ, кальцийді біз кальцийдің хлоридін балқымасын электролиздеу арқылы аламыз. Келесі бізде кальцийдің оксидіне 1200 градус температурадағы вакуумдағы алюминий ұнтағын қосу арқылы аламыз. Нәтижесінде кальций мен кальцийдің алюминаты түзіледі. Енді осы кальций оксидінің физикалық қасиетіне тоқталатын болсақ, кальций оксиді ақ ұнтақ болып келеді. Ол негізінен кальций оксидін, енді кальций оксидінің алынуына тоқталсақ, кальций оксидін көбінесе біз мәрмәрдан, яғни кальций карбонатынан аламыз. Нәтижесінде кальций оксиді мен сол екі газын аламыз. Енді осы кальций оксидінің химиялық қасиеттеріне тоқталатын болсақ, кальций оксиді бізде негіздік қасиет көрсетеді. Сол себептен ол қышқылдармен
әрекеттеседі және қышқылдық оксидтермен де әрекеттеседі. Бізде келесі қосылыс, ол кальцийдің гидроксиді. Кальцийдің гидроксидінің алынуына тоқталатын болсақ, осы кальцийдің оксидіне су қосу арқылы аламыз. Яғни, ол жерден біз кальций гидроксидін аламыз. Кальций гидроксидін негізінде бізде сөндірілген актив деп атайды. Одан кейін кальцийдің гидроксиді бізде бос борпылдақ масса болып табылады. Кальцийдің гидроксидін жаңағыдай біз ол негізі қасиет көрсетеді ғой. Сол себептен кальцийдің гидроксидін тұздармен, қышқылдармен әрекеттестіре аламыз. Енді бізде қышқылмен әрекеттескенде су бөліп және тұз түзіп әрекеттессе, қышқылдың алдына 2 қою ғой. Теңестіреді. Келесі кальций гидроксидін тұзбен әрекеттестіреміз. Енді осы кальций гидроксидін, яғни бізде сөндірілген әкті өндірісте, тұрмыста, құрылыста кеңінен қолданады. Ол үшін бізде кальций гидроксидін кремний оксидімен әрекеттестіріп, кальций силикатын алады және су алады. Жоқ, тегіске екен ғой реакция. Одан кейін және тағы бізде осы кальций гидроксидінің көмегімен көмірқышқыл газымен, яғни СО2-мен әрекеттестіріп, мәрмәрді әктасты аламыз. Кальций гидроксидінің ең маңызды бізде қасиеттерінің бірі осы құрылыста қолданылуы болып табылады. Енді зертханалық жұмысымызды бастайық. Дайынбыз ғой. Бүгінгі бірінші жұмысымыз бұл бериллий гидроксидін алыну және оның қасиеттері болып табылады. Ең алдымен сынауға бериллий нитраты мен натрий гидроксидін қосып аламыз. Екеуін қосу арқылы бізде ақтұнба түзілді, яғни ақтұнба ол бізде бериллий гидроксиді. Бериллий гидроксидін осы реакция бойынша біз амфотелік қасиет көрсететінін байқаған болатынбыз. Және де келесі жұмысымыз ол бериллий гидроксидінің жалпы химиялық қасиеттері болып табылады. Ол амфотелік қасиет көрсеткен соң бізде қышқылдармен де және тұздармен де әрекеттесе алады. Екінші жұмысымыз бұл біздің бериллий гидроксидінің химиялық қасиеттері болып табылады. Жаңа айтып кеткендей, бериллий гидроксиді бізде амфотелік қасиет көрсетеді. Ең бірінші жұмысымыз бұл бериллий гидроксидінің тұз қышқылында еру қасиеті болып табылады. Тұз қышқылында ерігенде бізде бериллий хлоридінің түзілгенін байқай аламыз. Келесі бізде бериллий гидроксид тұнбасына сілтімен әрекеттесу, яғни сілті бізде калий гидроксидін қолданатын боламыз. Бериллий гидроксиді мен калий гидроксиді қосу арқылы біз калий тетрагидроксоберилатын алдық. Теңдеуін теңестірген жоқсын, реакция теңдеуін теңестір. Осымен біздің бірінші жұмыстың реакциялары осы. Келесі біз бериллий нитратының гидролиздену реакциясын жүргізетін боламыз. Ең алдымен оған бериллий нитрат қажет. Яғни біз бұны ең алғаш сынауға құйып, одан кейін оған лакмус қағазымен тексеретін боламыз.
Бериллий нитратының бізде қышқылдық қасиеті күшті болғандықтан ол лакмус қағазын қызылға бояды. Бірінші тәжірибеде алынған натрий тетрагидроксиберилатын гидролиздену реакциясын жүргізетін боламыз. Ол үшін біз бұған бұл қосылысқа дистилленген су қосып, оны штативке бекітіп және жалында аздап қыздыратын боламыз. Реакция нәтижесінде бізде бериллий гидроксиді мен натрий гидроксиді түзіледі. Бериллий гидроксиді бізде тұнба. Тұнбаны жазамыз. Бериллий гидроксид тұнбаны. Бериллий. Келесі үшінші тәжірибеге тоқталатын болсақ, біз магнийдің сумен әрекеттесу реакцияларын жүзеге асыратын боламыз. Бұл жерде бізге қажетті реактивтер магний, дистилленген су және зімпара қағазы қажет болатын болады. Алғашында біз магнийді зімпара қағазы арқылы толықтай тазартып аламыз. Тазартылған магнийдің үстіне дистилленген суды құйып, салқын ортада магний әрекеттесе ме жоқ па бірге анықтайық. Алғашында біз осындай магний қағазы, магнийді біз зімпараның үстінде толықтай тазартып алатын боламыз. Біз зімпара қағазы арқылы магнийді толықтай тазартып алдық. Тазартылған магнийді біз пробиркаға салатын боламыз және үстіне дистилленген суды құямыз. Магний, оның үстіне дистилленген су. Өздеріңіз байқағандай, магний мен салқын су мүлде әрекеттеспеді. Енді қазір реакцияның жүру барысы үшін біз оны жалында қыздырып көретін боламыз. Өздеріңіз байқағандай, магний сумен ыстық ортада әрекеттесе алды, яғни осының әсерінен көпіршіктер пайда болды. Индикатор қағазы арқылы жалпы магнийдің ортасын анықтап көрейік. Өздеріңіз байқағандай, магний гидроксиді сілтілік ортада көк түске байқалды, яғни бұл индикатордың сілтілік ортада көк түске боялатынын көрсетіп отыр. Әрі қарай біз магнийді қышқылдармен әрекеттестіреміз. Магнийді көк қышқылының концентрлі және сұйытылған ерітінділермен әрекеттестіріп тәжірибені жүргізетін боламыз. Ең алдымен біз магнийді салып аламыз да, оның үстіне сұйытылған күкірт қышқылын құятын боламыз. Мен магнийді үстіне концентрлі күкірт қышқылын қосып көретін боламын. Бұл жерде көріп тұрғандарыңыздай сутек газы мен жылу бөлінді. Қолымға көрсетті. Яғни магний сұйытылған қышқылдармен қарқынды түрде әрекеттесіп, қандай газы бөледі екен? Сутек газын бөлді. Сутек газын бөлді. Концентрлі күкірт қышқылымен әрекеттескен кезде магний өткір иісті күкірт сутек иіс газын бөлді. Иісі сезіліп тұр ма? Иә, иісі сезіліп тұр. Өткір иіс шықты.
Жалпы магний бізде сумен әрекеттескенде магний гидроксиді және сутек газы бөлінді. Ал магний бізде күкірт қышқылмен әрекеттескенде магний сульфаты және сутек газы бөлінген болатын. Магний концентрлі күкірт қышқылмен әрекеттескен кезде бізде өзіміз байқағандай өткір иісті газ, яғни күкірт сутек бөлінген болатын. Келесі бізде төртінші тәжірибе, яғни магний оксиді мен гидроксидтерінің алынуы және қасиеттері. Бірінші біз магний оксидін алу үшін ол үшін аспаптар мен реактивтер, яғни магний түйірі және де дистилленген су, және де бізде асбесторы, және де сынауықтар мен шыны таяқшалар. Ол үшін біз жаңағы магний түйірін алып, асбесторының үстіне жағатын боламыз. Көлденеңнен бай өшіп қой. Біз жаңағы магний оксидіне суды араластырып, магний гидроксидін шығарған болатынбыз. Ақ түсті тұнба. Біз екінші тәжірибеде магнийдің гидроксидін алатын боламыз. Ең алдымен біз магнийдің кез келген тұзын екі сынаулыққа бөлеміз. Бізде ол магнийдің сульфаты. Так. Магний сульфатын екі сынауға құйылатын боламыз. Бірден мөлшерде. Екі сынаулыққа біз магнийдің сульфатын алған болатынбыз. Енді біз біріншісіне бізде натрий гидроксидін, ал екіншісіне аммиак ерітіндісін құямыз. Так, мен натрий, сен аммиак ерітіндісін құямыз. Байқағандарыңызда бізде бірінші сынаулықта, яғни магний сульфатына натрий гидроксидін қосқан кезде бізде ақ түсті тұнба түзілген болатын, ал екіншісінде бізде қатты өзгеріс болған жоқ. Ерітіндегі иондардың концентрациясы әртүрлі, яғни біріншісінде бізде натрий гидроксиді бізде күшті болғандықтан, ол бізде толық диссоциацияланып, яғни тұнбаны береді. Ал екіншісінде әлсіз, яғни OH иондары аз мөлшерде түзіледі. Сәйкесінше бірінші сынаулықтағы иондар концентрациясы көбірек. Үшінші тәжірибе бізде магний гидроксидінің қасиеті. Біз бұл жерде алдыңғы тәжірибеде алынған магний гидроксидіне аммоний хлоридін қосамыз. Байқағандарыңыздай бізде жаңағы тұнба жаймендеп ақырындап еріп жатыр. Бұл жерде бізде алғашында ақ түсті тұнба түзілген болатын, бірақ ол кейінірек қайттан уақыт өте келе түсізденеді. Яғни бұл жерде аммоний ионы бізде тез диссоциацияланғандықтан тұнба біртіндеп ери бастайды. Және де бізде осы кезде бір тағы айта кететін нәрсе, осы магний гидроксидіне бізде натрий хлоридін қоссақ, ол ери ма, ерімей ма деген. Қосқан кезде ол бізде ерімейді, себебі натрий хлориді ол бізде бейтарап ортаны білдіргендіктен бізде гидроксид ерімейді. Бізде жаңағы түзілгенде магний оксиді ақ түсті болып шыққан болатын. Енді магний оксидіне бағана біз сумен әрекеттестірдік. Тұнба түсірген болатын, яғни бізде тең-бе-тең реакция. Все.
H4 сынамеді. Все. Так. Келесі бізде 6-шы зертханалық жұмыс, ол бізде кальцийдің сумен әрекеттесуі. Реакция барысында фенофталин, дистилденген су және кальций қажет. Ең алдымен біз кальций түйіршігін алатын боламыз. Және оны кесеміз. Содан кейін біз сынауыққа дистилденген су құйып аламыз. Дистилденген судың үстіне біз кальций түйіршігін салатын боламыз. Кальций мен судың әрекеттесуінде бізде сутек газының бөлінгенін байқадық, және де бізде ерітінді лайланып жатыр, себебі бізде ол кальций гидроксидінің бар екенін білдіреді. Және де кальций гидроксидінің бар екенін анықтау үшін біз фенофталинді қосатын боламыз. Бізде таңқурай түске боялды. Ең алдымен біз магний сульфатын құятын боламыз. Магний сульфатын үстіне біз натрий гидрокарбонатын құятын боламыз. Гидрокарбонатына магний C4-ін қосқан кезде бізде магний гидрокарбонаты түзілетін болады. Бізде ол ақ тұнба, көріп тұрғандарыңыздай. Және де магний гидрокарбонатының қасиеттерін анықтау үшін аммоний хлоридін қосатын боламыз. Байқап тұрғандарыңыздай магний гидрокарбонаты еритін болады. Бізде жетінші жұмыста сілтілік жер металдарының гидроксидтерін алу. Ол үшін бізге керегі кальций хлориді, стронций хлориді және барий хлориді. Біз оны қалай аламыз? Біз ол үшеуін үш проверкаға құйып аламыз. Бірінші бізде барий хлориді, барий хлориді, сосын кальций хлориді, және стронций хлориді. Үшеуін проверкаға құйып алдық. Енді біз осыған гидроксид алу үшін натрий OH натрий гидроксидін қосамыз. Бірінші барий хлорид мен натрий гидроксидін қосқан кезде бізде тұнба түзіледі. Келесі бізде
кальций хлоридына натрий гидроксидін қосқан кезде аз мөлшерде тұнба түзіледі. Және стронций хлоридіне натрий гидроксидін қосқан кезде бізде тұнба түзілмейді. Себебі стронций хлоридінің, жалпы стронцийдің сілтілік қасиеті жоғары болғандықтан тұнба түзілмейді. Енді бізде бұл тәжірибенің бізге айтқан тұнбасына көлеміне назар аударыңдар деп мінекей. Сосын енді біз дәл осы реакцияны қайталаймыз, бірақ біз ол кезде аммоний гидроксидін қосамыз. Бізде бірінші барий хлориді, хлориді, кальций хлориді және стронций хлориді. Енді біз осыған аммоний гидроксидін қосатын боламыз. Аммоний гидроксидін қосамыз. Енді осы екеуін салыстыра қарайтын болсақ, мына жерде негізі анық көрініп тұрған жоқ, бірақ бізде аммоний гидроксидін қосқан кезде тұнба түзілмейді. Себебі диссоциациялану дәрежесі аммоний гидроксидінің натрий гидроксидіне қарағанда төмен. Ал мына жерде көбірек тұнба түзілген, ал мына жақта тұнба түзілмеген. Келесі бізде сегізінші шартхана, яғни асқелік жер металдарының тұздарының алынуы және оның қасиеттері. Біз жеке-жеке кальций хлориді, стронций хлориді және барий хлоридінің ерітінділеріне натрий карбонатын қосу арқылы тұнбаны аламыз. Ең алдымен кальций хлоридін қосып шығайық. Қосып алдық. Енді ары қарай бізде стронций хлориді. Келесі бізде барий хлориді. Барий хлориді бізде ұнтақ түрінде. Енді үшеуіне бізде натрий карбонатын қосып шығамыз. Ең алдымен бізде кальций хлоридіне натрий карбонаты. Біздегі көріп тұрғанымыздай реакция жүріп жатыр. Ақырындап бұны аз уақытқа күте тұрайық. Келесі ары қарай бізде стронций хлориді.
оған тоже натрий карбонатын қосамыз. Жақсы жүріп жатыр әлі. Ақырындап, міне. Көріп тұрғаныңызда, яғни бізде кальций хлоридіне натрий карбонат қосқанда бізде ақ тұнба түсілді. Ары қарай стронций. Стронций хлориді және де барий хлоридіне қосқанда бізде ақ тұнба түсілді. Енді осы түзілген карбонаттарға біз сұйытылған тұз қышқылының ерітінділерін қосып шығамыз. Ең алдымен бізде бағана түзілген кальций карбонатына сұйытылған H хлорды қосамыз. Міне, тұнба ақырындап кетіп жатыр. Өз қалпына келіп жатыр. Келесі стронций хлориді. Ақырындап тұнбамыз еріп. Келесі бізде барий хлориді. Тұнбаларымыз ақырында беріп жатыр. Келесі реакция бізде сілтілік жер металдарын сульфаттарын алу үшін бізде сұйытылған күкірт қышқылына осы кальций хлоридіне және барий хлоридіне осы сұйытылған күкірт қышқылын қосатын боламыз. Кальций хлоридін қосатын болсақ. Енді келесі бізде ол барий хлориді. Енді бұларға біз сұйытылған күкірт қышқылын қосатын боламыз. Бізде барий хлориді еріген жоқ. Ары қарай осыларға біз H хлор мен HNH-ті қосып шығатын боламыз. Ең алдымен біз кальций хлоридін бағана қосқан кезде кальций сүтір түсілді ғой. Осыған біз қазір H хлорды қосамыз. Кальций сульфатына H хлорды қосқан кезде, тұз қышқылын қосқан кезде бізде уже ағарып ашық түске айналып жатыр. Қарасаңыздар. Ары қарай HNH барий сульфатына азот қышқылын қосатын боламыз. Көріп тұрғандарыңыздай түсі өзгерген. Енді келесі аптаға тапсырма
10 зертханалық жұмыс сілтілік металдар және олардың қосылыстарына дайындалып келеміз.